тақырыбы натурал сандардың бөлгіштері және еселіктері деп аталады. Бүгінгі сабақта біз сіздермен осы өткен тақырыпқа байланысты есептер шығарамыз, яғни бізде пысықтау сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабақта қол жеткізетін негізгі біздің мақсаттарымыз мынадай. Натурал санның бөлгіші мен еселік анықтамаларын білу. Екіншісі, натурал сандардың бөлгіштерін табу. Үшінші мақсатымыз біздің натурал сандардың еселіктерін табу. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін біз бүгін сіздермен сабақта жұмыс жасаймыз. Сонымен сабағымыз бастамас бұрын мен мынадай сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Мынадай сұрақтар. Қайталап жүрейік. Натурал аз санның бөлгіші деп нені айтамыз? Қандай санды біз натурал аз санның бөлгіші дейміз? Бөлгіштер дегеніміз не? Екінші сұрақ. Аз санның еселігі дегеніміз не? Еселік деген ұғымды қалай түсінесіздер сіздер? Үшінші сұрақ. 12 санның 6 бөлгіші бар. Осы дұрыс па? Тұжырым. Осы сұрақтарға жауап беріп болса, қайталап болсақ, келесі тапсырмаларды орындауға көшейік. Сонымен, номер 175-ші есеп. Берілгенін оқиын. 3, 7, 10, 15, 18, 30, 64 сандарынан 21 санның бөлгіштерін және 90 санның бөлгіштерін теріп жазу керекпіз. Қарап отырсаңыздар, енді шешуі қалай шешеміз? 21 санның бөлгіштері 3, 7. Келісесіздер ме? Өйткені 21 3-ке және 7-ге бөлінеді. Осының ішінен таңдап аламыз. 90 бөлгіштері. 90 бөлгіштеріне 3 саны 10, 15, 18, 30 жатады. Ал неліктен 84 саны жатпайды? Дұрыс айтасыздар, өйткені 90 84-ке бөлінбейді дейміз. Жауабын шешу осылай қарастырамыз. Келесі тапсырма. Осы сандардың ішінен енді біз 2-ге еселік сандарды жазу керекпіз. 2-нің еселіктері 10, 18, 30, 84. 5-тің еселіктері 10, 15, 30. Өткені 10 да, 15 да, 30 да 5 санына бөлінеді. Сол себептен еселіктер болып есептеледі. Жақсы, келесі тапсырманы қарастырайық. Номер 176-шы есеп. Есептің шарты бойынша 2 және 3 сандарына, екіншісі 6 және 8 сандарына еселік болатын ең кіші натурал санды жазыңдар дейді. Енді осыны шешу жолын қарастырайық. 2 және 3 санына ең кіші натурал сан, ол 6 саны еселік болады. Өйткені 6 саны 2-ге де бөлінеді және 3 санына да бөлінеді. Келесі, 6 және 8 санның еселіктері ең кіші натурал сан еселігі, ол 24 саны болады. Өйткені 24 саны 6-ға да бөлінеді және 8-ге де бөлінеді. Міне сіздермен еселіктерін таптық. Жақсы болса, келесі тапсырманы қарастырайық. Номер 183-ші есеп. Есептің шарты бойынша аз санының бөлгіштері 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 А белгісіз сан табу керекпіз. Екіншісінде Б санының бөлгіштері 1, 3, 5, 15, 25 Б белгісіз болып тұр. Енді бізге осыны табу керекпіз. Сонда бірінші А санының бөлгіштерінің орнында, А санының орнында қандай сан тұр деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. 30 саны тұр. Яғни А саны 30-ға тең болды. Келесі, Б санының орнында қандай сан тұр деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Б санының орнында 45 саны тұр. Яғни Б саны 45-ке тең болды. Есепті мінекей осындай жолмен шығарамыз. Жақсы. Енді есептерді біз сіздермен шығарып болдық. Осымен сабағымызды аяқтамас бұрын мен сіздерге сұрақтарды қойғым келіп отыр. Сұрақтарды пайдаланып, ережелерді қайталап, келесі сабаққа келеміз. Бекіту сұрақтары: натурал санның бөлгіші деп қандай санды айтамыз? Екінші сұрақ: А санның еселіктері деп қандай сандарды айтамыз? Мысал келтіріп жіберіңіздер. Үшінші: барлық натурал сандардың бөлгіші болатын сан қандай сан болып есептеледі? Осы сұрақтарды қайталап, келесі сабақта кездесеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.